Hayırlı gün. Қалайсыңдар қазақ елі? Бүгінгі ораза құтты болсын. Аман болыңдар, бар болыңдар. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бөлісіп жіберіңіздер эфирменен. Жаңа бір эфирде Құдай бар ма жоқ па деп әңгіме болып жатыр еді. Сәләфилерге қарағанда Құдай бар, ханафилерге қарағанда Құдай жоқ. Жоқ, Арман, ауылға барған жоқпын. Келесі апта барармын. Армысыңдар ағайындар, қалайсыңдар? Қалайсыздар? Мен бір сұрақ бар еді. Мынау хадис Құран бойынша дүниеден өткен адамдар барзақ әлемінде дейді. Айта беріңіз ойыңызды. Яғни дәл қазір тозақта, жұмақта бос тұрған деген сөз ғой. Иә, бос тұр. Неге демо версиясында тұр. Ал егер сонда баяғыда пайғамбарымыз Миғражбен бар ғой, әйтеуір тозақты көрдім, тозақта кілең әйелдер екен деген. Сонда ол қаяқтың тозағын көріп жүр? Егер адам баласы әр мисақтан тозақта бос тұрса, жұмақта бос тұрса, бәрі соңғы күнді күтіп жүрсе, ақыр заманда, сол кезде адам баласының өлгендерін бәрі оятады дейді ғой. Сол кезде сұрақ жауап болады дейді. Онда ол кімді көрген? Сол бір сұрағым бар еді. Енді ол кісі сол үшін айтып отырмын сізге, тек қана демо версиясын көріп келген. Жаннаттың, тозақтың тек қана демо версиясын көріп келген. Жаннат, тозақ әлі жоқ. Ал барзақ әлемі деген ол рухтардың әлемі. Ол қазір ояқта күтіп жатқан жоқ. Қазір барлығы неде жатыр? Өздері тозақта. Егер жақсы өмір сүрген жаннатқа баратын болса, жаннаттың жаңағы демо версиясын тамашалап жатыр да. Ал неге жаннатқа баратын болса, жаннаттың демо версиясын, тозаққа баратын болса, сол тозақтың демо версиясын тамашалап жатыр. Барзақ әлемі деген рухтардың ең бірінші жаратылған кезде рухтарды жинап алып, сол жерде айтылған әлем. Барзақ әлем сондай. Сосын мынандай бір сұрақ бар да. Неге Құранды хронология бойынша түсірмеген? Әр сүренің арасына меккілік аяттарды қойған, оның арасына мединалық аяттарды қойған. Сосын меккілік сүрелер кішкене болса да былай адамгершілік, бір жұмсақтау, мединалық. Меккеде мұсылмандар әлсіз болған, Меккеде мұсылмандар на цепых правах дейді, былайша айтқанда. Кішкентай үзіліп кетейін деген өздері әйтеуір әжіп несі, ешқандай несі болмаған, олардың құқығы жаңағы бірдеңе диктовать ететін күші болмаған. Ал Мәдинаға қуып жібереді оларды Меккеден, қайық барсаң онда барды. Сосын кейін Мәдинаға барып, сол меккеліктердің керуенін тонап, қарақшылықпен айналысып, содан кейін өздері байып алғаннан кейін сол Мәдинадағы аяттарының барлығы сондай қырыңдар, өлтіріңдер, қинаңдар деген аяттар болатын себебі сондықтан. Ал Құранның аяттарында неге жаңағы последовательность, бір-бірінің оқиғаның несі жоқ, желісі жоқ, себебі Құранды Құдай жазбаған, себебі Құранды Мұхаммед жазбаған, Құранды өздерінің жаңағы бір кітап емес, әр парақ ретінде жазып, әр оқиғаны әр жерге тастай берген. Содан кейін келе, бертін келе 10-шы ғасырда кітап деген болған, сол кезде кітап сияқты түптеп жинаған. Яғни әр кезде, әр жерде шашылып жатқан историялардан жиналған. Сосын не бір ғана, оның алдында пайғамбарлар діни лидер болса, Мұхаммед діни лидермен қоса өзін саяси лидер қылып жариялаған ғой. Билікке келдім, тек адамдардың рухани емес, дүние мүлкінде тәркілеу үшін дегенде. Иә. Сонымен қарағанда бұл
ана меккілік аяқтарда көбінесе бұл өзінің проблемаларын аяттермен шешіп жатқанда маған жаңағы аят түсті, менің проблемаларымды шешеді деп. Көбінесе өзінің проблемасын шешкен ғой, айтқанда адамзатқа бір келтіріп жатқан бір үлгі ұстайтын да бір несі жоқ қой, мысал да жоқ қой. Кімге үйленем, кімді тонайым, кімді қалай бөлем, қай қауымды жоқ қылып жіберем, қай қауымды қарғайым, кімді қарғайым, тек өзінің несімен жүрген да. Дұрыс айтасыз. Өзінің ойындағы жұртты қарғап сілеп, алла тағаланы ешкім мойындамағаннан кейін алланың атынан ант беріп, анда менде күнге ант етейін, айға ант етейін, жерге ант етейін деп сөйтіп ант беріп шапқылап жүрген. Қайрат аға, сөзіңізді бөліп жіберейін. Анау меккілік аяттарда бұл тек қана алланың атымен айтады ғой, алланың атымен бастап, алланың атымен деп сендерге жариялаймын дейді да. Ал мәдениялық аяттарда ол алланың атымен және оның елшісі деп өзін қосады да. Сонда ол өзін жаңа жамағатқа көмір қылып отыр ғой, өзі бұтқа неғыма дейді, жаңағы табыма дейді да, өзін бұттың орнына қойып жатыр да, образ қылып, и өзін бұт сияқты өзінің жаңа жалбарынды оның байтана қазіргі таңда оның керемет үлгісін көруіңізге болады. Ислам діні әлсіз болған кезде бір мемлекетке кірсе, біз диалогшымыз, біз өте толеранттымыз деп кіреді. Сосын кейін кіріп алғаннан кейін, күшейіп алғаннан кейін, ей сендер мынау шейхтарға, молдаларға бәрін қызмет жасауың керек деп, сол шейхтарды, молдаларды адамдардың мойнына мінгізіп қойып шапқылап жүреді. Ондай әдеті бар. Әр адамның мойнына мініп алады шейхтар, молдалардың мойнына мініп алады. Жаңа не молдалар, шейхтар жамағаттың мойнына мініп алып сөйтіп жүреді. Ол бір. Екіншісі, бүкіл жамағаты сол шейхтарды, молдаларды бағуға мәжбүр сияқты, соларды бағу үшін әрекет істейді. Яғни олар бүкіл қоғамда бүкіл мәселені шешетін солар болатын. Молдалар сіздің төсек қатынасыңызға шейін қалай түсесіз, қалай жасайсыз деген сияқты, өлгеніңізден туғаныңызға дейін бүкіл іс-әрекеттеріңіздің бәріне араласып, оларсыз шаруа шешілмейтін қылып, бүкіл дүниеви және басқарған өміріңіздің бәрін ішіне кіріп отырып алады, дәл ортасына. Мынау Сауд Арабиясындағы үлем бірлестігі бар ғой, олар осы мынау соңғы Кронс приз келгенге шейін бүкіл жаңа Сауд Арабиясындағы қалай ішіп жеуді, ішіп сүюдің бәрін заңдастырып отырған ғой. Ол өздерін жаңағы білмеймін енді, ислам ғалымдары деп қойды, қаяқтың ислам ғалымдары, догмада қаяқтың ғалымдары болады. Енді мынау жаңағыдан келген Кронс принц келіп, жаңа баяғы христиандағы реформатор болған сияқты болып отыр ғой, көп нәрсеге жаңа жеңілдік беріп, әйелдерге жаңағы сайлауға дауыс беретіндей, көлік айдауға рұқсат беріп жатыр. Кейбір жаңа қалаларда эр-риядта жаңағы спиртной сатып жатыр. Тек қана шетелдіктерге емес, жаңа өзінің тұрғындарына сертификатпен уже виски ішуге болады, жаңа коньяк, арақ ішуге болады деген сияқты. Онда реформа ғой. Не деген сөз? Ол өзінің мемлекетін жаңағы бюджетін толтыру үшін, одан қаса туристер келіп, бұл жаңағы теократиялық мемлекет деп шошып кетпес үшін, ол өзінің елінде либералдық қадамға барып жатыр да. Оның бәрі тек қана нәпсі ғой, ақша. Мемлекетке, бюджетке ақша түсу керек. Бір жағынан қажылықта ақша түсіп жатса, енді бұлар майдан кетеміз деп, енді жаңағы Катар мен Біріккен Арабтар әмірлігі сияқты туризмді көтереміз деп жатыр. Жаңағы 21-ші ғасырдың жаңағы болмаған қала соғамыз дейді. Оның бәрі не үшін? Оның бәрі шетелден адамдар тарту үшін. Шетелден ол жаққа кедей адам бармайды, шетелден ол жаққа бай адамдар барады. А бай адам не істейді? Бай адамдар олар қыдырады, ішеді, жейді. Қыдырады, ішеді, жейді дегендер олар көбісі христиандар, болмаса азиаттар. Олар шошқа етін жейді, олар арақ шарап ішеді. Яғни олар сол шетелден келетін бай инвестор, бай туристерге өздерінің ата бабасының келатқан заңдарын өзгертіп жатыр. Яғни реформа жүріп жатыр. Жайлап білдіртпейді. Керек болса, жаңағы өзі айтты ғой, жаңағы Кронс принцтіға бір кісі сұрақ қойды, бір сіз ата бабаңыздан келатқан заңдарға өмір бақи сіздердің жаңағы басындағы саудтардың семьясынан
король болғандықтан сіздердің мемлекеттеріңіздің шариғат заңымен келді деді. Жаңағы хадиспен. Енді неге сіз шариғат заңдарын кішкене шектетіп мына кәдімгі парасатты елдердің заңымен келді десе, ол айтады шариғатта жазған адамдар, яғни пенде, а пенде қателеседі. Яғни енді шариғаттың заңы жүрмейтін болады. Өздерінің месіне жаңағы өлемдерінің баяғыда дауыстары күшті емес. Имам айтты, ұстаз айтты деп ешқандай жаңа фетва бекіте салмайды. Енді бәрінің несі, бәрінің қол салысып жаңағы жұмыс істеп жатқан направлениесі былай айтқанда мемлекетке ақша тарту. Ол через туризм, через жаңағы сауда, ол қаржы таппай қойсаңызшы, мұнайдан басқа. Сондай өзгерістер болып отырды. Соны қарап ойлайсың да, баяғыда протестанттар қалай реформа жасаса христиандарда, бұлар да соған келе жатыр. Енді ислам діні ең молодой саналады ғой, жас болып. А біздегі мракобестер оны түсінбейді, оны көрмейді. Біреудің қолында шоқпар болып жүргені оны тағы түсінбейді, кімге жем болып жүргенін түсінбейді. Соны айтқым келген ғой сізге. Енді мысалға қазіргі билеушісі Салман бин Мұхаммад бин Салман деген жігіт, 39-40 жасар жігіт, жас жігіт. Ол өзі аты араб деген болмаса, Англияда өскен, Англияда оқыған, Англияда жетілген кісі. Поэтому ол дұрыс. Сол Англиядағы бір кино бар. Осы Саудияның бір несі, шейхі Англияның несін, самондарын әкеп өсіру үшін үлкен не салады. Тоған салып, су жинаған кезде өзінің туыстары қарсы шығып, жаңа тоғанды бұзып жіберіп, жаңа сондай сияқты қазіргі мынау король, енді бұл да сол еуропалық көзқарасты өскен, еуропалық әрекетпен жасайды. Ағылшында қалай жасайды, сол сияқты бұл да соларға ұқсап бағып, және Саудиядағы кері тартпа, өңкей мракобес, жаңа қатып қалған діншілдерді жібітіп отырған осы қазіргі корольдері бар. Сосын бір жағдай бұла, енді таза арабтар деп, енді бұлар өздерін айтады, жаңағы араб түбегіндегі мемлекеттер ғой. Сауд Арабиясы бар, Біріккен Араб Әміршілігі бар, Кувейті бар, Бахрейні бар, Катары бар, жаңа кім еді адам, Оманы бар. Осы таза араб біз дегендердің ең байлары осы ғой, таза араб. Қалғандары жаңағы Мағрибі бар, шығыс, Ближний Востогі бар, батыс Африкасы бар. Олар новообращенный болса айтылады ғой, ассимилированный арабов. Мысалы баяғы Карфагеннің, Египеттің халқы Парсияға, Палестинаға көмектеспейді ғой. Оларды мысалы көп жерде мен оқығам, оларда даже олар өз қатарына қоспайды. Әйтеуір жаңағы Россия сияқты ғой, Советский Союз деп 15 республика сияқтығы бәріне типа бірде құқық берген сияқты да, жаңағы Лига исламских государств дейді ғой, Лига арабских государств деген бар. Оған жаңағы кіргізіп қойған Судан, Тунис, Алжир, Марокко, Египет, жаңағы Сирия деген. Олар как не сияқты ғой, санын көбейту сияқты да. Біз араб мемлекеті 22 мемлекет бармыз, 450 миллион халықпыз, бізде бірталай күш бар деген сияқты ғой. А на самом деле олар бір-бірін түсінбейді. Мына көрші ауыл болса, мысалы айтсақ, Талғардың адамы Қаскелен адам түсінбейді да. Өйткені араб тіл өте көп тарап кеткен болған, бір-бірін түсінбейді. Көбісі даже мынау коранийский текст түсінбейді. Одан қалса, кеше біреу айтып жатыр, мынау Сауд Арабиясындағы әмірлерді көбісі жаңағы Мағрибтағы қиыршығыстағы арабтарды менсінбейді дейді, керек болса дейді. Ол үшін менсінбейді дейді. А оны біздің жаңағы ақмақтар алады да Израильге барып жатады, Израиль бәрін құртып жатыр, Америка бәрін құртып жатыр, бәрін бөліп жатыр, біз біргеміз, бауырымыз, сендер қарасыңдар, кімнің құлағы қалқып тұрғанынан, ажанды кім тұрған қарасыңдар. Палестина қанша рет көмектесті? Сауд Арабиясы әміршілігі ешқайсы көмектеспейді. Көмектесетін тек қана батыс Еуропа мен Америка.
басқа ешкім көмектеспейді. Олар дәл керек болса тыған деп айтады оларды, палестиндарды. Ал Израиль мен Америкамен дос болып жүрген жаңағы 5-6 мемлекет нендегі араб түбегіндегі, и бәрі шетінен бай. Бәрі шетінен бай. Алло. Соны көбісі түсінбейді да, неге олай деп айтсаң. Бәрі біз керемет Сауд Арабиясы десе керемет жер деп ойлайды ғой, енді жарайды, керемет болған. Бізге олардың қазіргі саяси басқа да ахуалдарының қажеті жоқ. Бізге олардың осы қазақтың ортасына тығып кеткен құдайлардың аллахтарының жаңағы етегін ашып, басына жауып, Құран кітаптарының өтірік екенін, қазақтың салт дәстүріне қарама қайшы келетінін айтып түсіндіріп берсек, сол жетеді. Одан кейін арабтардың бір өліп бірігі неге қалмайды. Маған беш тиын екен арабтардан. Маған ол біз өйтіп айтқанмен түсіндіріп, қазақтардың қарама қайшы, мынаның ішінде өздерін Құранды жаңағы 4-5 адам, 5-6 адам келіп жиналып әр жақтан айтып әкеле берген. Бұны жазған адамда, оқыған адамда бұның ішінде сұмдық қателіктерді білмеген. Енді бұлар кездерінде өздері өткізіп өзгертуге болмайды деп айтып алып, енді өзгерте алмайды. Ал бұның ішінде қателіктер шаш етектен асып жатыр. Бір редакторға берсең, мына кітап осы Құдайдың кітабы десең, шалқасынан түседі редактор. Таймайды, бұның оқиға желісі қайда, кірісі қайда, бұның соңы қайда, мына жерде не айтқысы келді, мына жерде не айтқысы келді, жалғасы қайда, мына сөз мына жақта не түйдектеліп жатыр, бұның қайда байланады деген сияқты бір редакторға берсең жынды болып кетеді. Мына Құран кәрімді оқыған редактор. Сол үшін бұл Құран кәрім деген сауатсыз адамдардың жинаған жиынтығы. Өте сауатсыз түрде жазылған, мағынасы да, оқиғаның желісі де. Сол үшін адамдардың түсінбей, не айтқысы келіп жатқан ұқпай жүретіндері себебі содан. Ал одан біздікілер мұсылман болдым деп, сол мұсылман екенмін деп, Құранның ішінен мұғжиза іздеп, Құранның ішінен кереметтер, ғажайыптар, жаңағы Құдайдың сөзін іздеп кететін сондай әдеті бар біздің мұсылмандардың. Негізі ол дұрыс емес, Құдайдың жаңағы сөзі деп айтылатын. Бұның ішінде арабтардың алты және басқа ештеңе жоқ. Ол айтады да, Құран хақ, ол Алладан түскен, өзгертілмеген дейді. Сосын жарайды, солай болса, енді оқиық, түсінейік десек, жоқ, сен оқи алмайсың, сен түсіне алмайсың. Сен түсіну үшін сен таза өзінің араб нұсқасын оқуың керек дейді да. Байтана, енді осы жерде мынандай нәрсе келеді да, менің ойыма да, қара, Құранды мысалға түсіне алмайсың дейді. Анау ше, мысалға бәріміз фавелла білеміз ғой, фаблдың ертегілерінше. Француз фаблдың ертегілері дүниенің 50-60-70 еліне аударылған. Жұрттың бәрі как положено, тура соны не айтқысы келді, не айтып жатыр, соның бәрін түсінеміз да. Ертегіні түсініп жатырмыз. Мысалға бүкіл жаңағы химияның, физиканың заңдылықтарының бәрі ағылшын тілінде басылып шықты, неміс тілінде басылып шықты. Бүкіл дүние жүзі соны бәрі түсініп жатыр. Одан кейін жаңағы нені мысалға ше, жаңағы астрономияның анықтамалары барлық ағылшын тілінде, басқа тілдерде, араб тілінде жазылған кезінде алгебра болған, соны адамдардың бәрі түсініп жатыр да. Именно осылардың Құдайдың кітабы деп аталатын Құран кәрімді түсінбейтін, Құдайдың тілі шорқақ та, тілі шорқақ. Тілі жетілмеген Құдайдың. Тілі жетілсе, жұртқа түсініктетіп айтып береді. Значит, бұл Құдай бір тумасын Құдай болып тұр да, өзінің айтқанын өзі түсіндіре алмайды. Өзінің айтқан тіке ойында не бар екенін айтпайды. Қайреке, тағы да бір не бар ғой, хадис санасы жетпеген Құдай да бұл. Тағы бір хадис па аят бар ғой, жазылған дейді, біз сіздерге Құранды оңай және түсінікті қылып түсірдік дегенде ше. Сонда бір аят па, бір хадис бар ғой, біз сіздерге кітапты оңай және түсінікті. Бар, аят. Анау күні Ысқақ бар ғой, Сайкеу. Соның эфирде отырғанда бір жас бала кірді. Енді оқыған екен да, ағылшынша да, сол бір не келтірді да, мысал келтірді. Нун сүресі дейді, 68-ші сүре, 1-ші аят па, 2-ші аят па, білмеймін. Не туралы? Кит туралы, балық туралы. Соның тәпсірін
ал иә айта бер, мен қазір тауып ну алайын. дейді да, сол тәпсірлеуді жаңағы тәпсіріңіз деген ғой. Ал сол кезде сөз шыққан, енді ең мықты тәпсірлер Ибн Касир мен Ибн Аббас қой. иә Ибн Касир ғой, негізі Ибн Касирдің жоғарысы жоқ. Ибн Аббасты. Сол жерде Ибн Касирдің тәпсірі тұр екен. Оны ол ағылшынша версиядан алғанда и тәпсірін переводтаған, аударғанда сол кезде бүйтіп жылдыр. Біз жерді жараттық, ол жерді балықтың үстіне белдеріне байлап қойдық деп ше. Қазір даже нені ашсаңыз, Google'да ашсаңыз 68-де 1, по-моему. Мен қазір 8-де 1 калем сүресі ол. Қалам сүресі. қалам сүресі деп жатқан, біз сізге анау ол былай жазылады екен. Құранда мен түсінгенім, Алла тағала жаңа қаламға бұйрық береді, жаз деп. Не жазайын деген кезде, мынау ең бастамасымен соңғы күнге шейін деген да. И сол жерде тәпсірі тұр. Ибн Касирдің Google'да, орысшасында. Сөзде тура сол жігіт жазғанды жазып қойған, жаңағы жерді жалпақ жараттық, оны балықтың үстіне қойып қойдық деп. иә ол расымен тұр екен, бар екен. Жер негізі арабтың құдайы жерді жалпақ деп ойлайды. Жерді жалпақ екен деп осы уақытқа шейін жұрттың бәрін сөйтіп сендіріп келді. Осыдан 100 жыл бұрынғы адамдарға жер жалпақ десе, қалай ол жер жалпақ емес, міне көріп тұрсың ғой, көзіңмен көрмейсің ба не жалпақ екен деп талай дурак шыққанда, ол кезде олардың қолында глобус болмағаннан кейін қалған жұрттың бәрін соған сендіріп, сендер неге мынау сен көріп тұрған жеріңе сенбейсің ба, от надан топас деп сөйтіп айтып, жаңа талайлардың аузын жапқан молдалар болғанда кезінде ше, жаңа айтыс болып, тартыс болып, мынандай глобус деген нәрсе бар, жер домалақ ол, оны сендер мына жаққа шықсаңдар көресіңдер. Кезінде Фернандо Магеллан, жаңағы Христофор Колумб дегендер айналған, осылай жасаған десе, оттаған олар кәпірлер деп мойындамай, жер жалпақ деп осы уақытқа дейін айтып таласып келген. Ал қазіргі таңда біздің мұсылмандар ғой, біздің мұсылмандар слабый, сосын кейін не қыламайды, түсінбейді да. Әйтпесе біздің мұсылмандарда жер жалпақ деп айту керек еді. Жаңа қайрекең, иманы слабыйлар. өзімді жаңа ұмытып кетіппін. Сол тәпсірде бит жазып қойған, жаңа балықтардың киттің жабырасынан кішкентай балық кіреді дейді да. Китте мысалы жабыр болмайды ғой, қазақша не деп еді? Желбезек болмайды ғой, желбезегі дейді. Ал сол кішкентай балықтар киттің алдынан шықпаса, киттер қорқып бойынша үркиді дейді. Сол кит жаңағы үркіген кезде жер қозғалады дейді да. Соны тәпсір. Сол прям Google'да тұр да. Оқысаңыз енді күлесіз. Оны білем. Одан кейін аспандағы жұлдыздарды да осы 68-67 сүре бар ғой. Мүлік сүресінде аспандағы жұлдыздарды шам деп ойлайды арабтар. Одан кейін ол жұлдыздармен нені атқылайды? Шайтандарды қуалайды. Рахмет сізге, Қайреке. Өте үлкен қателіктері көп бұл Құранның. Байдана мырза, жақсы, алғыс, аман болыңыз, бар болыңыз. Паром болып тұрады. Рахмет, алғыс сізге, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Дамир, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Шалам алейкум. Айта бер, Дамир. Сұрақ қойсам болады сізге. Айта бер. Құдай қандай маған сұрақ сұрақ қойса айта аласыз ба? Ау, Маған сұрағыңыз жоқ па? сізге сұрағым бар ма? Жарайды, бар болса қоя қояйын. Мәриям сүресінің 19-шы аятында былай дейді. Маған исламда емес, жалпы діннің атынан не істесем да? Исламда діннің тірегі не екенін білесің ба? Жоқ, жалпы басқа діндер бар ғой, сіз атеистпін деп тұрсыз ғой. Иә. Мен жалпы Құдайға сенушілік деген жалпы буддизм солардың атынан сөйлесем. Ислам бәрі. Сен буддистсің ба? Жоқ, общий діннің атынан сөйлесем да? Қай діннің атынан сөйлейсің? Жоқ, общий бәрін. Синтоист, кришнаит, иудаизм. Дамир, Ау. қай діннің атынан сөйлейсің? Ислам, бірақ мен не
қалай айтсам болады екен, оны толықтай зерттемедім. Бірақ мұсылмансың. Толықтай зерттемей, сөйтіп неге Құдайға, жаңағы арабтардың құдайына сеніп алдың. Сен сонда Құдайды қалай таптың, Дамир? Сол қалай тапқанда енді ата-анамнан келген не нәрсе ғой. Яғни Арабтар- сенің атаң бабаң мұсылман болды дедің де, сен мұсылман болып кеттің ба? Иә. Өзің іздестірген жоқсың. Жоқ. Яғни сол атаң бабаң жолы дұрыс деп, солардың жолымен жүріп кеттің, дұрыс па? Иә. Вот керемет. Ал енді Мұхаммед неге өзінің атасының бабасының жолымен жүрмеген? оған келді. Енді өзінен келген ғой аян. Қандай аян келген? Саған да сөйтіп аян келді ма сонда? Жоқ. Hı. Маған келсін, сол келген аянды ұстанып кетерім. Келген аянды ұстанып кете бересің ба? Келген аянды ұстанып кететіндер негізі психбольницада жатыр көбісі. Иә. Құдайдан маған аян келді, Құдаймен сөйлесіп жатырмын, мынандай екен, мына жақта жын бар, мына жақта шайтан бар дегеннің барлығы психбольницада жатыр. Ондайларға айтады, сен жындысың Братан, ба? сізге былай ғылыми не сұрақ қойсам, адамзат дейді алаяқта, егер әлемде адамзатта жалпы дін деген нәрсе болмаса, бәрі Құдайға сенбейтін болса, ол кезде адамдық өмір қандай болатын еді? Мақсат не? Сенің мақсатың не мысалға? Мен мысалы мақсатым үйленіп, несі болу, Құранды оқу, Құдайны тану. Жасың 18-19-да бар ма? Бар. Оқи аласың ғой, сауатың бар ғой. Бар. Өзі бір-екі роман, кітап, бірдеңе оқыдыңдар ма мектепте жүргенде? Оқыдық қой. Енді сол Құранның қазақшасын алып оқуға не кедергі сізге мысалға? Білмеймін. Енді мысалға былай да сен, Дамир, сен аласың, молдалардың уағызын тыңдайсың, ананы тыңдайсың, сөйтесің дағы атаның айтқанын тыңдадың, сөйттің да жұрттың айтқанына құлақ асып, жұрт не деді, сен сонымен жүріп кеттің. Яғни сен өзің Құдайыңды іздеп, таңдап жасаған жоқсың, бірақ сол Құдайды өле-өлгенше қорғайсың. Жоқ, біздің Құдай бар, ол мынандай керемет Құдай дейсің. Немесе оны іздестіруге қорқасың. Іздестірсең шығып кетіп қаласың діннен. Сөйтесің де тұра берсін, сол әкем білет, папам білет, мамам білет, біздікілер біледі ғой, әйтеуір, немесе молдалар білет. Бірақ саған Құран жайында, дін жайында кел сөйлесейік, дінде не бар екен десе, жоқсың. Ондай қатты білгіш болсаң, баршы молдаға баршы дейсің. Өйткені сен өзің Құдайыңнан қорықпайсың. Егер өзіңнің Құдайыңмен қорқатын болсаң, өзіңнің Құдайыңа шынымен сенетін болсаң, Құдай жіберді деген кітаптың бетін ашып оқисың. Осы Құдай ақыры кітап түсіретін несі бар екен ғой, жаңағы способності, сондай несі бар екен ғой, жаңағы кітап түсіретін қабілеті бар екен. Енді осы кітапта не жазыпты деп іздеп қарайсыңдар да. Сосын кейін оның қазіргі таңдағы ғылым білімге, қазіргі таңдағы мынау айтылатын нәрселерге қаншалықты сай екенін тексересіңдер да. Мысалға мынандай бір аят бар. Алла тағала дейді, екі теңізді жаратты, біреуін ащы, біреуін тұщы етіп, екеуі бір-біріне араласпайды дейді. Осы мағынада айтылады да жаңағы. Енді осы жерден мысалға сен қандай нәрсе көрер едің менің айтқан сөзімнен? Қалай? Алла тағала екі теңізді жаратты дейді. Біреу ащы, біреу тұщы, ортасына перде қылып қойды дейді, араласпайтын етіп осы суды дейді. Сол кереметі дейді, Алланың несі дейді. Керемет болса да былай несі ғой, биологиялық тұрғыда физикалық құбылыс қой. Несі құбылыс? Физикалық құбылыс, екі теңіздің несі қалай айтсам болады, құрамы бір-біріне сәйкес. 7-ші класста физика нені оқыдың ғой, физикалық география деген сабақты өттің ғой, иә? Енді сол сабақты өткен болсаң, өзен, көл дегендер бұлар қандай сулар? Тәтті сулар, ішкі сулар. Дұрыс па? Мұхит, теңіз деген қандай сулар? Ащы. Яғни мұхит те, теңіз де ащы сулар. Теңіз деген бүкіл дүние жүзіндегі 4 мұхитқа шекарасы бар, ашықтан ашық араласып жатқан сулар. Енді мынау Құранның 53-ші сүресінің
25 сүресінің 53 аятында, Фуркан сүресінің 53 аятында дәл осылайды жазған, осын жазған, жаңа менің айтқанымдай, яғни Алла тағала екі теңізді жаратты. Біреуі тұщы, біреуі тұзды су дейді. Осы жерде қателік мынау. Теңіз ешқашан тұщы болмайды. Теңізден тәтті су болмайды. Теңіздің бәрі тұзды су болады. Ал арабтың Алласы бір жерде тәтті теңіз болуы мүмкін деп ойлаған да. Сосын кейін бір жерде тәтті су мен тұзды су араласпайды, значит екеуінің ортасына перде қойып қойдық деп сөйтіп айтқан. Ол дүниеден, географиядан, әлемнің домалақ екенінен хабары болмаған. Міне. Даже 7-ші класстың баласы білетін ақпаратты білмейді. Осындай бір-біріне қарама-қайшылықтар толып жатыр Құранның ішінде. 15 ғасыр бұрын енді адамдарда ақыл болмады ғой енді. Ақыл болмады ғой. Бұл адамдардың ақылы емес қой. Бұл бүкіл әлемді жаратқан Алла тағаланың ақылы екен. Көрдің ба? Енді мысалға қазір менің алдымда мынандай бір сүре ашық тұр да. Жаңа мынандай нәрсе бар. 67-ші сүре, Мүлк сүресінде былай дейді. 56 67-ші сүрені жазып ал. 67-ші сүренің 5-ші аятында былай дейді. Расында біз жерге ең жақын аспанды шам шырақтармен, жұлдыздармен безендірдік дейді. Әрі олардың бір парасын шайтандарға атылатын оқ кетіп жасадық. Яғни жұлдыздарды кешке үйге келгенде светильник жағасың ғой, дала жарқырап тұрсын деп. Сол светильник сияқты, шам сияқты аспан жарқырау үшін жаратыпты. Және ол жұлдыздармен шайтандарды қолайды екен. Алла тағала. Жұлдыз дегеніміз не екенін білесің бе? Біздің күннің жұлдыз екенін білесің бе сен? Біздің күн системасындағы күн бар ғой? Әрине. Оның өзі бір жұлдыз екенін білесің ғой, Сондай сияқты ғылым білімге қарама-қайшы, мынау Құдайдың кітабы деп аталатын Құран кәрімнің ішінде толып жатқан қарама-қайшылықтар, қателіктер толып жатыр. Жаңағы 25-ші сүренің 53-ші аятын, 67-ші сүренің 5-ші аятын жазып ал осы екеуін, сөйт дағы Құранды оқы, іздет. Бір сұрақ қойып кетейінші. Айта ғой. Бұл әлемде бәрі атеист, 7 миллиард адам бәрі, иә? Жоқ, мысалға деймін да, сіздің ойыңызша солай болды делік. жоқ. Ондай емес. 2 миллиард, 1,7 миллиард адам мұсылман, 3,5 миллиард адам христиан. Мысалға болса деймін да, болса. Бәрі атеист болып кетсе, дін деген вообще болмаса, әлемде баланс қалай болады екен сонда? Бәрі не істеп жүрсе, арақ шарап ішіп, қыз зорлап, өз заңның күші енбей қалады. Дін баланс береді дегенге өтірік нәрсе. Неге іздейсіз? Мысалға, буддизмді алсаңыздар, ол жақта нан істеуге болмайды дейді, исламда нан істеуге болмайды дейді. Сөйтіп адамдар бүкіл діндер дүние жүзінде керемет порядок жасап отыр деп ойлайсың ғой, дұрыс па? Ал сол діндердің ең шарықтау кезінде орта ғасырда адамдар бір-бірін сол дін үшін өлтірген. Ал қазіргі таңда адамдар жетіліп, санасы дамып, Құдайлардың ойдан шыққан екенін біліп, ол жердегі тексттердің, мысалға Европа үшін латын тілінде оқылған Инжил, грек тілі, ескі грек тілінде оқылған жаңа Библия ол деген керемет өзгермейді деген. Мысалға осыдан 150 жыл бұрын олар алғаш рет Библияны ағылшын, француз, неміс тілдерін аударып, өз тілдерінде Құдайларына обращение жасай бастады. Сол кезде адамдар оянып, мынау өтірік екен ғой, бұндай Құдай жоқ екен ғой, Құдай деген нәрсені біздің жаңа өміріміздің бұрышында, ең басты бұрышында тұрған шіркеу болсын, мешіт болсын, соларға ақшаны жинап апара бермей, өзіміз дамиық, өзіміз байық, баспасөзді жаңағы кітап басуды ойлап табайық, сосын кейін жаңа ғылымды, білімді дамытайық деп адам баласы дамиды. Егер діншіл болып жүре бергенде қоғам артқа қалып қоятын еді. Қазіргі таңда біздің қоғамның дамуының себебі, жалпы адамзаттың дамуы діннен алшақтаған сайын дами береді. Оның мысалы ретінде Европа елдерін және таяу шығыстағы Иран, Ирак, Аравия, Саудия, жаңағы Ауғанистан, Мысыр, Ливия, Лебанон, Палестина деген сияқты елдерді қарай берсеңіз болады. Дін деген бұлардың бәрі шырмау. Адамның санасын дамытпайды. Ең көп әйел зина жасады деп неге тірідей әйелді отырғызып қойып шұңқырға таспен атып өлтіреді.
Мысалға, бір адам өзі емделмейтін ауруы болса, өз-өзіне автоназия жасағысы келсе, неде, мысалға Швейцарияда бар, бір неге жаңа камераға кіреді, сол жерге бір газ беріледі, ана адам ұйықтап кеткенде ұйықтап кетеді, болды, одан кейін сол газдың үлкен версиясы беріледі дағы, сол жерде өліп кете салады. Болды. Ол моральды, мысалға, гуманны өлтіруді адамды өз-өзін, немесе басқа түрлі. Ал мына жақта таспен ұрып, сабап, не істеді? Сонда жыныстық қатынасқа түсіп қойды. Адам баласы өмірге жыныстық қатынасқа түсу үшін келеді бұл өмірге. бірақ заңсыз түсуге болмайды ғой. Заң деген не? Заң деген Сен мысалы айтып отырғаның бар ғой, мысалға некесі дейді да. Қара. Исламда бір еркекке 4 қатын ал деген. Ол қазақтарда ондай емес. Біреудің жаңағы бір еркек, бір әйел ғана өмір сүру керек болды. 4 қатын дегенде осы соңғы 100 жылда шығарып жүрген, жаңа байып кеткен, лағып кеткен, молдалардың сөзіне еріп алған байлар ғана шығарып жүр. Қазақта ондай жоқ, 4 қатынға алып кетуге. 4 қатын деген олардың сен мысалға өзіңнің ертең үйленгеннен кейін, не қылғаннан кейін бірінші туған қызыңды соны біреуге 4-ші қатын бересің ба? Немесе өзің әпшеңді туған қарындасың 4-ші қатын бересің ба? Жоқ, бермейсің. Сол сияқты әркім өзінің басына келгенде түсінеді да, ал бүкіл адамда сіз эмпатия жасап, өз басыңызға сияқты деп ойлауыңыз керексіз да, ол маған қатыс емес, мынандай емес деп шығарып болмайды. Сол үшін құдайыңыз іздегенде басқа біреуден емес, өзіңіз іздеп тауып, өз құдайыңызды тауғаныңыз дұрыс. Ол қазақтың құдайы болар, ол Қытайдың құдайы болар, кім қандай құдай тапсаң да, бірақ ізден, оқып, үйрен, сосын кейін барып құдай тауып ал. Ал мен өзім атеист ретінде ешқандай құдайдың жоқ екенін айта аламын. Сол үшін өмірлеріңді құдай іздеп босқа құртпаңдар. Ғылым, білім және ата-анаңның тәрбиесін үйреніңдер. Жақсы, аман бол, Дамир-інім. Жақсы. Сондай әңгіме осындай жігіттер. Құрметті жамағат. Мынау бүгінгі эфиріміздің Қайреке, қалайсың? керемет, өзің қалайсың, Бөрібасар? Бөрібасар, просто ник қой. Нұрсұлтан болады. Есімің кім болады? Нұрсұлтан? Қайреке, бірақ красавчик, молодец. Жастардың миы уланып қалған қазір. Енді әркім өз құдайын саналы түрде іздеп алып табу керек та. Содан кейін мысалға бұлар басқа біреу айтты екен, Дүмше молда айтты екен деп соған сенеді дағы, соны сенгеннен кейін болды да. Мен де өткен басында, мен де бір уақытында бір сондай бір период болады любой адамда. Мен де медреседе жатып, оқып, кішкене не қылып, шынымды айтсам, дым үйренбедім ана жерде. Қай медреседе жаттың? Қай медреседе оқыдың? Сүлейменшілердің. Сүлейменшілердің. Біздің Сүлеймен Қожа әфендіміз деп та? Қуып шыққан мен ол жерден. Неге қуып шықты? Мынау темекі шеге береді, арақ іше береді деді ма? Сұхбаттарға келіп, таң намазға ұйықтап қалады деп? Дұрыс емес сұрақтарды қоятын ем да. Сөйтіп, бір күн ана Турциядан бір ата келген, короче, сол жерде. Әңгімесін бастап айтып отыр, мына жақта біреу аударып отыр. Сөйтіп, что-то не то да, мен айттым, мынау дұрыс емес қой деп айттым. Жан-жағындағылар одан кейін мені іздеп жүр ғой, анау дәріс біткеннен кейін. Қайда бол. Сөйтіп, қызық болған сондай. Бәр жақ, жан-жақтан қыспақтап кеткеннен кейін енді тура келді енді кішкене өтірік айтуға. Мен айттым, мен ағам КМБшник дедім. Сондай болған. Сөйтіп әрең ұтылдым дейсің аналар. Тыныштық берді содан кейін. Сөйтіп неден шығарып жіберді? Бұлай Қайреке болады ғой любой адамда, бірақ тылсым былай бізден жоғары саналы бір, мен ойымша құдай деген мынандай архитектор бар да, бүкіл әлемді неғып, мен өзім ойымда да. Енді мынандай да, Бөрібасар Нұрсұлтан әңгіме былай. Мысалға адамдар құдайды ең алғаш рет қалай іздеді?
Құдайды мысалға алғашқы адамдар найзағайдың түскенін, отты, сол бізден үлкен біреу бар екенін, бізді қинап жатыр екен деп ойлады да. Сосын Бізден оны мықты біреу болу керек деп ойлайды ғой Иә, барлық адам. бізден мықты біреу болу керек, біз осындай тупой емес шығармыз дейді. Бұл неге бізге от жіберіп жатыр, бізге неге жаңбыр жіберіп жатыр, қар жіберіп жатыр деп ойлады. Сөйтті да Құдайды орманда деп ойлады бірінші. Орман қорқынышты. Орманға кіріп ағаш кесіп үйреніп алды да, Құдай тауда деді. Ол жақта да жоқ. Біреулер, бұл не теңізде деді. Сөйтіп әр жерге Құдайды тықты. Ең соңғы келгендер Құдайды аспанға шығарып жіберді. Аспанды ғана сол жақта екен бұл деп те, Құдайды да кейінгі дамыған адамзаттың санасы. Енді мәселе былай, Құдай деген түсініктің өзі адамдардың өзінің санасында сол кездегі түсінігі да. Ал қазіргі таңда былай, теист деген бір дінге сенуші, яғни оның бір діні, пайғамбары, Құдайы, бірдеңелері бар. Ал деист деген бір жаратушы бар дейді, оған ат бермейді, оған пайғамбар, ортада барып кел, шауып кел, періште өлмейді. Одан кейін пантеист деген болады. Пантеист деген бүкіл жаңағы космостың энергиясы, айналаңдағы сенің табиғат барлығы сенімен санасы өмір сүреді дейді. Бұл қазақтың жаңағы тәңіршілдік іліміне, қазақтың дүниетанымына тең келеді. Бүкіл ғарыштың энергиясы өзің жақсы болсаң жақсыны тартасың, жаман болсаң жаманын тартасың деген сияқты осы пантеистік деген бар. Одан кейін агностизм деген бар. Агностизм деген ол Құдай бар десең бар, жоқ десең жоқ, бірақ сен бірінші дәлелдеп ал дейді. Атеист деген не бар? Дүниетаным бар. Бұл Құдайлардың барлығы өтірік, әр адамдардың өзінің ішіндегі қорқынышына байланысты және елді басқару мақсатында байлардың ақысын, байлардың байлығын тартып алып қоймасын деп кедейлерді алдап, құлдарды алдап ұстап отыру үшін сондай бір инструмент, құрал ретінде ойлап табылған. Және бұны осыны ұстайды. Неге десеңіз, кедей көп. Мысалға біздің Қазақстанда 20 миллион адам тұрса, 20 миллион адамның 19 миллион кедей. Бұның 15 миллион мысалға дейік, 5 миллион тақыр кедей. Оларға 5 миллион адам бірден көтеріліп кететін болса, сенің ешқандай әскерің ештеңені ұстап тұра алмайды. Бұл жақта тұрған 100 мың, 50 мың, 1000 тең 1000 байдың байлығын қорғау керек. Ал 1000 байдың байлығын қорғау үшін сол 1000 бай өздерінен молдаларды бағатын ақша бөліп қояды, жаңағы оқуда, мынандай сондай ақшаларды бөліп қояды. Сол ақшалардың арқасында Қайреке, анау сөзімді бөлген үшін кешірім сұраймын. Анау бір ойым бар. Осындай елдерді басқарып, түйді нөлден бастап ойнайтын ойым бар. Цивилизация ма, сондай ойым бар. Сода бір пункт бар. Дінді жібересің, басып аласың сол елді. Просто дінді өзің ойлап табасың, какой-то бір этапта дінді жібересің. Ең соңында атомный бомбамен бітеді ол ойын. Бірақ сол жерде civilization дейді. Мықты ойын негізі. Сода дін ол оружие, кәдімгідей оружие. Үлкен, өте массовый түрде, яғни пропагандалық. Мысалға біздің молдалар, дінші молдалар айтады, сен ойланба дейді, біз сен үшін ойланамыз дейді. Сөйтеді олар өтірік жаңағы хадистерден, анаяқтан, мынаяқтан өтірік дінді сықыртып айта береді. Ал мен не айтып отырмын? Менің айтып отқаным, сендердің ислам дінін Құраннан үйреніңдер. Құранда не жазып тұр, соны үйреніңдер. Енді Құранда мысалға мынандай нәрсе жазып тұр. Мұхаммед пайғамбар ұл баласы болмағаннан кейін өзі бір құлды азат етеді. Ол құл оған жаңағы мен сенің балаңмын деп соның артынан еріп жүреді. Заид ибн Харис деген оған өзінің жиен қарындасын алып береді. Күндердің күнінде жиен қарындасы Мұхаммедке ұнап қалады. Оны білген жаңа асыранды баласы Заид ажырасады. Ажырасқаннан кейін сол Заидті жаңа кімге жібереді? Бар ана кеше ажырасқан қатының Зайнапты маған құда түсіп алып кел дейді. Сен представь себе, да? Өз әкеңе өзің құда түсіп, өзің бұрынғы қатының құда түсіп алып келесің. Еще оны бармаймын дейді Зайнап. Сол кезде Мұхаммед Алладан аят түсіртіп алады да, Зайнап үйленсін Мұхаммедке. Бұдан кейін бүкіл мұсылмандарға асырап алған баласынан ажырасып кеткен қатынды үйленуге проблема жоқ. Ал біз Зайнап пен Мұхаммедті некелендіріп қойдық дейді да. Алла тағала еще Құранға аят түсіріп қойды да. Бұл қандай Құдай? Қайреке, оның бәрін қазбалай берсе көп. Мен де бір қазбалағаным бар, қорықтым, діннен шығып кетемін дедім да. Енді бәрібір ата-анам, әкем өмірден өтіп кеткен, бірақ бәрібір уважать етем. Олардың діні, енді сенген адам, Құран бағыштайды, енді білесіз ғой ауылда қандай. Ол жерде барып жас болып ақыл айтпайсың ғой, мынау былай, мынау былай. Просто өзімнің ойым, бірақ бар, тылсым күш бар, бірақ
Иә, болуы зерттеп мүмкін, айтып бір отырмын ғой. тексеріп неғып шығып кетейін дедім, Қайреке. Көзқарастар бар. Иә, деист Иә. деген көзқарас бар. Мысалға, бір жаратушы бар, бірақ ортасында жаңа періште, меріште, пайғамбар, әулие, анау мынау деген барып кел шауып келдер жоқ. Әйтеуір бір жаратушы бар десең, мысалға дұрыс көзқарас. Иә. Сондай. Просто уважать етем, енді о мен үлкен кісілер ғой, оларға не деп айтасың? Олар совет өкіметінің адамдары. А вообще мен әкем бала кезінен бірақ былай айтқан, молда келіп, сәл кішкене алғыр болғаннан кейін, арабша тез үйренгеннен кейін айтты, медресеге жібер мына балаңды, оқытайық деген кезде мен енді қуанып жүрмін ғой, енді әкем не дейді екен деп. Сөйтіп молдекеңді жай шығарып салды да, әкем айтқан маған сол кезде. Сол жүр сол құман ұстап алып, аппақ киім алып, көтінді 5 рет жиғанға сол міндет қып деп айтқан, ұрсып берген сол кезде, қап кеткен. Енді осыны қазақ Содан қап кеткен менде. қазақ хандығы деген киноны көрсең, сол кинода былай дейді, молдалар ез болады дейді, қорқақ болады. Сол үшін олар жұрттың бәрін өздері сияқты қорқсын деп қорқыта береді дейді. Сөйтіп жаңағы именно сол жерінде анау кімнің Шайбаншақтың бір баласын сөйтіп әйел сөйтіп айтып тастайды. Сол жер есімде келіпті да маған да. Иә, Құран тірі адамға арналған, өліге емес. Дұрыс айтасыңдар. Енді сол молда дегендердің барлығы сондай болады да жаңағы. Барлығы құманды ұстап алып, азынан кешке шейін көті ақжем болып кеткенге шейін жуа береді, айналдырып. Басқа тірліктері жоқ дейді олардың. Бітеп отқан кезде қипақтап отырады. Не қылдым? Жаңа осырып қойдым ба, не қылды өзі? Бір-екі қадам аттаған едім, не болды? Сол сідік тамып кетті ма, барып жуып кетті деп ше. Жаңағы байқамай ұйықтап қалдым ба деп, тірлігінің бәрі сол болады. Сосын кейін ол жігіттер, олар жаңағы уайымдап сол ненің айналасына шықпай қойды. Сол мысалға суға түсіп жатқанда да, ғұсылғы дәрет алып жатқанда да, иненің бір ұшындай бір жеріңе тимей қалса, ғұсыл дәретін қабыл болмайды дейді. Сонда ойлаймын да, о 7 қабат аспанда отырған Алла тағала қолына дәу несі бар да, телескоп бар да. Так, мына сикоштың көтіне мына жеріне су тимей қалды. Жаздар ана сикошты, құртыңдар ана, отқа күйдіріңдер демейді да. Тірлігі жоқ. Ол Алла тағаланың ше, әркімнің көті басын аңдып отырмайды ғой. Қалай жуасың? Баса бер, менен басқаларды қоса беріңіз. Мен ризамын сізге, баса беріңіз. Көзді аша беріңіз. Аман болыңыз, жақсы. Жақсы. Осындай қазақтың дінін үйреніңіздер, көріңіздер. Так, Иван дейді. Сикоштың құрды, сол Сикош байғұс кетті. Сол Сикош дәрет алғанда дұрыс алмын. Иван көке, ассалаумағалейкем дейміз ба, не дейміз сізге? Уағалейкум әссәлям. Қазақсың көке? Естіп отырсыз ба мені? Естіп отырмын. Бос. Шүкір Аллаға, қазақпын ғой. Қайдан білейін? Ассалаумағалейкум деп арабша амандасып жүр деп таңғалып отыр. Мейлі, ладно, енді білмеймін, енді бала кезден былайша негізі ассалаумағалейкум дейміз, или саламатсыз дейміз, или әйел кісілерге сәлеметсіз бе? Иә, әйелдерге. Ер кісіге саламатсыз ба дейміз. Амансың ба, есенсің ба, ауыл ел, үлкендер аман ба? Не, осы уақытқа дейін Алла деп айтқан емес, былайша Құдай деп айтады, Құдай қаласа деп, или Құдай берсе деп. Дұрыс. Ал енді сіздің не сұрағыңыз бар, Иван көке? Неге көке? Қай жылысың өзің? Сенен үлкенмін. Енді бізде қазақта көке енді сыйлағанын айтады да. Иә, бауыр деген ол, үлкен кішісі жоқ қой. Бауырым деп. Ал айта отырыңыз. Көке ол асыра болады. Қалай ойлайсыз, Құдай бар ма? Жалпы былай, жоқ, енді айтып отқандарыңды мен тыңдап отырмын бағанан бері, былай да былай. Біраз әңгімелерін тыңдаған жоқ, мен шет жағасына келіп қосылып тұрмын ғой. Енді кеше теманың бәрі жаңа негізі араб жақ, арабтың несі, анау, мынау, дін, мін, біреу Құдай жоқ, біреу анау жоқ, біреу мынау жоқ деп отыр. Жаңа бауырым айтып, бір тәңір бар, мен соған сенем дейді. Бір жаратушы бар. Қазақтарда. Иә, бір жарат, бәріміз дәл солайынан сүріп келе жатқан адамбыз. Енді солай десеңіз, мен сізді дұрыс деп айтамын. Қараңыз, бір минут та. Осы уақытқа дейін мен бірақ Алла деп айтқан емеспін. Құдай деп айтамын. Сенбеңіздер да, Иван. Арабтың құдайына сенбеңіздер. Өйткені арабтың құдайы. Жоқ, біз Құдай деп келгенбіз осы уақытқа дейін. Мен әкемде, шешемде,
Мен аталарым да айтатын Құдай деп, бірақ Алла дегенде мен оны бер де ғой, бірақ Құдай деп келдік. бір жаратушының бар екеніне, бір тәңірдің бар екеніне, бір Құдайдың бар екеніне сеніңіздер, бірақ арабтың Алласына сенбеңіздер. Арабтың Алласы тура жүрген алаяқ, сендердің алдап ақшаларыңды ұрлап кету үшін жүрген адам. Басқа түкке де жарамайды. Ладно, басқа айтарыңыз болмаса- ладно, ол кетті әңгіме. Аха. Намаз жағына келген кезде қалай айтасың енді? Енді намаз деген де сол ғой. Яғни арабтың Құдайына таңнан кешке дейін табына беру, былайша айтқанда. Жоқ, мысалы менде көзімде былай айтайын енді. Көзім көрмеген, бірақ енді 4-5 жасымда шығар енді. Ол кезде нағашы атам да қайтыс болған, ол кезде де намаз оқыған ол. 45 жылы соғыста қатысты, 47-де Япониямен соғысып, 47 жылы қайтты, например. Елге оралды. Айта бер. 47 жылы елге оралды. Сол кезде жасырын үйде тығылып, например, намаз оқитын. Енді ол кісілер намаздың не екенін, оның ішінде не айтылғанын білмеді да. Мысалға мен сізге бүйтіп айтсам, намазда мынандай сүре бар. Сендер енді жоқ, жаңағында айтып отырсыңдар да, бұл 20 жылдықта, бір 30 жылдықта бері қарай бізге бір бұлай сынып келген дүния деп отырсыздар. Мынау араб діні. Ал бірақ ол 20 жыл емес. Қазір мысалы соғыстың біткеніне қаншама ғасыр болды ғой, ғасырға жеткен жоқ енді. Иван, маңғараңыз да, сол намазды оқитында, намаз оқығандарда мынандай сүре оқиды. Абу Лахабтың 2 қолы құрысын бірдей құрыды да. Абу Лахабтың мал дүниесімен ағайын туыстары оған пайда бермеді. Таяуда жанып шыжғырып отқа кіреді. Қатыны сол отқа отын тасиды. Ол отқа Абу Лахабты сүйреп мойнынан арқанмен сүйреп кіргіземіз дейді. Соны арабшасын оқып отырады. Көрдіңіз ба? Неде отырып алып, Құран оқып жатырмын деп, осыны оқиды. Намаз оқып жатырмын деп, осындай сүрені оқиды. Немесе Құрайш деген сүре бар. Жалпы енді осы сүрені сен құптайсың ба или қалай? Құптамайын. Неге маған қатысы жоқ? 1400 жыл бұрын өліп кеткен бір арабты мен не үшін қарғаймын? Айтшы. Негізі мысалы 4 масқап дейді да, жоқ. 4 масқап дейді да. 4 масқап деп. Бардыңыз, атаңның басына бардың. Иван, сенің атаң аты кім еді? Жаңа соғыста қайтыс болып кеткен. Балжігіт. Балжігіттің басына барып отырып алдың. Estağuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada bil habi ve tamanan hummal humma kassab. Sayyaslan ranzatal habi mrahatu hammalatal khattab. Ficidi hablum min masad sadaqallahul azim. Amin. Осы Балжігіт атамның аруағына тие берсін, осы айтқан Құран сауаптары деп әумин десең, дәл осыны сен қазақша оқып берсең жаңағыдай. Абу Лахабтың 2 қолы құрысын, құрып кетті да, мал дүниесі құрысын, құрып кетті. Жоқ, шүкір Алла. Енді бүкіл барлық жасық ниетті, қазақша да айтуға болады. Балжігіт атаң басына барып, өйстіп қазақшалап әндетіп отырсаң, өтіп кетіп бара жатқандар айтады, мына Иван ауырып қапты ғой, мынаған жын тиіп тұрған. Оқытайық дейді. Өйткені мынау Құранның ішінде сол жазып тұрған да. Анау Құрайш деген мысалы лиллахи фи Құрайшилла фи умрилла ташдай уссайф фала ябудра бахазал байт аллази атмум жуана аманаху мин хауф дейді. Содан кейін мысалы Құрайш сүресінде былай дейді: Мұхаммедтің тайпасы Құрайштың қысқы жазды жайлауына береке болсын, оларға тыныштық берсін, олар Қағбаның айналасында құлшылық етсін, олардың Раббысы оларды бағады дейді да. Үстеп отырсаң да, бұның бәрі Құранның сөзі. Егер Құранның сөзін сөйтіп әндетіп отырсаң, конечно, жан жүрегіңнен бәрі жақсы лебізің шығып отырса, ол қазақшада айтуға да мен оған ләм демеймін. Жоқ, қазақша өйстіп қарғап отырасың ба? Атаң басына бар. Қарғыс айтып отырасың ба? Сен қарғыс па не ол? Енді қарғыс емей не мынау? Құранның сүресі 111 сүре. Мен саған оқып бердім, маған қара, тыңдап ал. Оның мағынасы чо? Мағынасы осында ғой міне. Абу Лахабтың 2 қолы құрысын, 2 қолы құрыды да. Мал дүниесі бар тапқан таянғаны құрысын, ол да құрып кетсін. Туыстар да құрып кетсін. Таяуда жанып шыжғырылған отқа қақтаймын. Бұдан кейін сол отқа дейді, қатыны отын тасып шауып жүреді дейді. Есілше кірмеймін десе, Абу Лахабтың мойнына арқан салып сүйреп кіргіземін дейді. Сен таза переводын айтып отырсың ғой қазір.
Енді иә кәдімгі мынау ненің біздің КМДБ-ның рұқсат беріп шығарған Құран кәрімінің переводын оқып отырмын. Анау енді кешегі енді айтып жатқан анау бар емес пе жаңағы? Сен саляф дейсің, сен басқа дейсің, анау дейсің, мынау дейсің. Олардың Сәләф, айырмашылығы Ханaf, дейді да, Манaf олардың бәрі басқа. Барлығы осы бір Құранды оқиды. Осы Құранның ішінде жазып тұрған нәрсе. жоқ, бәрі бірдей емес. Мен де адамдармен кездесемін, менде де былай жалпы талқылаймын, мен де сұраймын, интерес құрамын, не қыламын ғой. Бірақ айналып келгенде Абу Ханифа дейміз ғой біз. Абу Ханифа. Абу Ханифа олар мынандай, мына Құран түседі Мұхаммедке, сосын бұны кітап қылып жазады. Одан кейін Мұхаммедтің мен ғалымды танимын ғой, мысалы Абу Ханифаны. Мұхаммедтің інісі болады. Несі да? Мұхаммедтің інісі болады. Жоқ, інісі болмайды ол. Ой, не алып шығардыңдар, Құдай, айналайын. Модерлер, қойсаңдар, көгелерім. Қосыңдар жаңағыны, қосыңдар жігітті. Жақсы түсіндіріп жатыр еді. Қазір айтатын тағы бір нәрсе бар. Модерлерін шығарып тастаймын ғой, өйтпесеңдерші. Тазалап тастаймын ғой қазір модердің бәрін. Айналайын. Жаңа кісіні қайта қосыңдаршы. Жаңа кісі. Жарайды, жақсы. Қосық жүре берсін. Жақсы кім? Снеговик төменде отыра тұрыңызшы, өтініш. Біртіндеп сөйлесіп алайық. Айт, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Алло. Иван, мынандай да енді мәселе ше, жаңа екеуміздің әңгімемізді кішкене не отырыңдаршы. Мынандай мәселе. Мұхаммед пайғамбар өмір сүреді. Одан кейін Мұхаммедтің ең жақындасы Әбу Бәкір, Омар, Осман деген кісілер халифа болады. Дінді үйретеді, елдерге үйретеді. Одан кейін Али деген Мұхаммедтің ең жақын немере інісі бар. Немере іні дегенді білесің ғой кім екен? Немере іні деген двоюродный братишка дегенді білесің ғой, Иван? Кім екен, не? Ау, Иван. Немере іні дегенді білесің ба қазақшасында? Немере іні деген, звонок кеп қалды ғой деймін. Жарайды, жақсы. Содан Мұхаммедтің немере інісі Али бар. Али. Бұл жаңағы двоюродный братишкасы Мұхаммедті. Мұхаммедті баққан, қаққан, өсірген Абу Талиптің баласы. 10 жасында Мұхаммедтің артында жүріп, 10 жасынан бастап Мұхаммедтің қасында жүріп, дінді қабылдаған үлкен сахаба. Құранды Мұхаммедтен кейін ең жақсы білген кісі Али. Енді осы Али Мұхаммедтің жаңағы күйеу баласы әрі. Мұхаммедтің қызы Фатиманы қатын қылып алған. Бұл Али деген. Осы Али мен Мұхаммедтің ең жақын қатыны Айша екеуі соғысады. Сөйтіп соғысқанда екеуі билікке таласып соғысып, Мұхаммед өліп қалғаннан кейін. Содан кейін исламда түсінікте, дінді түсінуде, дінге қарсы, діннің ішінде амал етуде қарама-қайшылықтар бастайды. Сол кезде жаңағы мазһаб, одан кейін неге өздері қалыптарға қарай мақсат, дін деген жаңағы ішіндегі бөліну басталады. Сол жерде Абу Ханифаның артынан ерушілер, басқа да нелер, сондай артынан ерушілер болады. Сол үшін бұларда бөлінеді. Бірақ оның барлығы, Иван, сіз түсініп алыңыз, барлығы бір Құран кәрімді оқиды. Осы Құран кәрімді оқиды. Қазіргі таңда сіздің Матруди, Ханафи, Салафи, Хамбали, Шии деп жүрген бүкіл имамдардың, сол 4 имамның барлығындағылар бәрі осы кітапты оқиды. Бүкілінің кітабы бірақ кітап. Бұл кітапты кім қалай түсінеді, оны өзі біледі. Бірақ бұл кітаптың ішіндегі нәрселер өзгермейді. Яғни Алла тағаланың жоғарыда отырып алып, Мұхаммедтің көкесі, туған көкесі Абу Талипті жаңағы неғанын, Абу Талипті қарғыс атқанын, соны ешқашан өзгермейді бұл. Жарайды, жақсы, Иван, сіздің байланысыңыз бірі бар, бір жоқ, өзіңіз бар, бір жоқсыз, осындай нәрселер бар. Мына жерде қазір қосылам деушілердің арасынан жазыңыздаршы, кім бар мына жақта? Кімді қосайын, өздеріңіз жазыңыздаршы, мені қосайын, кіргізші деуші. Неге десеңіз, кейбіреулер кетіп қалған, кейбіреулер запрос тастағанын білмейді да. Әлішер, сізді қосайын. Әлішер, сізді қосам қазір. 1 минут. Ашылсын, байланыс сәл слабый болып. Запрос жіберіпсің ғой.
қосылуға, қабылдануға ұсыныс тастаған екен. Мырза, сізді қостым. Қош келдіңіз дердік. Жақсы. Ассалаумағалейкум, Қайреке. Шалам алейкум, шалам алейкум. Қайреке, мен сізді тыңдап отырмын қазір. Мгм. Құдай жоқ деп жазып қойыпсыз да. Қайреке, өзіңіз Құранға сенесіз ба? Құран шынымен рас зат екеніне сенесіз ба, сенбейсіз ба? Енді мен құдайсызбын. Мен атеистпін. Бірақ Құранды жатқа білем. Құранды оқимын. Құранның ішіндегі аяттарды білем, аяттардың не үшін түскенін білем, және оның қазақ халқының дүниетанымына, қазақ халқының жет ата деген, салт дәстүр деген нәрселеріне қарама қайшы екенін біліп, соны түсіндіріп айтып отырмын. Енді мен, Қайреке, мен өзім Құран оқу білмеймін да. Жоқ, қазақшасы толып тұр, қазақшасын оқи беріңіз. Иә, енді қарасаңызшы, қазақшасын да оқымағам өзім. Бірақ Құранның мұжиза екеніне сенемін да. Анау кеше бір интернетті көріп жатырмын, Европаның бір ғалымы матканы анықтағанда көп нәрселерді қазіргі заманның андайлы техникасымен анықтап жатыр да, бірақ 1400 жыл бұрын Құранда жазылған да ол. Сол қалай ол жазылған? Сонда рас па Енді бұл сол кітап? жерде қай сүре, қай аят екені айтылды ма екен? Сол есіңде бар ма? Жоқ, енді мен айтып жатырмын ғой, Құранды оқымағам. Бұл жерде бүйтіп жатыр да, Құранда жазылған деп жатыр. Біз сендерді осы адам пайда болуы матка жайлы 3 қараңғылыққа жайғастырдық деп енді интернетте көріп айтып беріп жатыр да, шынымен матканы зерттесе, шынымен 3 қараңғылықта жайласқан. Кейін мынау Кусто суды тапты ғой. Тұщы су мен ішімдік суды ортасында перде бар екен. Сөйтті да әлемге жариялады. Мен осындай теңізді Енді осы мынау жаңағы сіздің айтып отқаныңыз Кустоның мәселесін, ол мынау 25-ші сүре, Фуркан сүресінде 55-53 аят пе, 25-ші сүренің осының қай аяты болу керек еді? 53 Алла ол бірі шөл дегеннің шөлін қандыратын тұщы, енді бірі тұзды, ащы, қос теңізді бір-бірімен тоғыссын деп қоя берді. Алайда араласып кетпеу үшін араларына өткел бермес бөгет қойды. Бұл Фурқан сүресінің 53-ші аяты. Енді сіз мектеп оқыдыңыз. Мектеп оқығанда теңіз деген тұщы болады ма? Білмеймін оны. Ішімдікке жарамды, жарамсыз сулар болады ғой. Енді соны қазіргі заманда Әлішер, миыңызды кішкене бір шайқап көрейік. 7-ші класста географиялық жана физикалық география деген болады. Сол жерде тұщы сулар, яғни ішкі сулар. Бұлар өзендер, көлдер, тәтті сулар бұлар да. Өйткені жер астынан шығады. Немесе жаңбыр арқылы келеді. Енді тұзды сулар деген бар. Бұл тұзды сулар мұхиттар, дүниежүзінде 4 мұхит. Және сол 4 мұхитқа шығып жатқан соларға су ретінде байланысы бар теңіздер. 60-70 дана теңіз бар дүниежүзінде. Енді осы теңіздердің барлығы тұзды. Сіздің ойыңызға сондай логикалық бір күмән салсам. Мына жақ Құранда айтып тұр. Ол Алла дейді, сондай дейді. Бір шөл дегеннің шөлін қандыратын тұщы. Екіншісі тұзды, екі теңізді қоя береді. Екеуінің ортасын қосылмайтын перде қойып қояды. Көке, Алла, сен бері қарасай, бірінші тұзды деген тұзды теңіз бар да, тұщы теңіз жоқ қой. Осы жерден авария болып жатқан жоқсын ба деп ойлау керек та адам. Сонда анау Кустоның тапқаны біреуі ішімдік, біреуі ішімдікке жарамайтын су дегені соны айтып жатсыз ғой қазір. Енді ол Кустоның ондай нәрсе Кусто оны айтқан жоқ. Ондай нәрсе жасады деген оның барлығы мұсылмандардың жаңағы сауатсыз адамдарды, оқымайтын адамдарды алдап, арбап қосып алу үшін, қатарын көбейту үшін қолдан жасалған өздерінің фейк жаңағы арандатушы ретінде қатарын көбейту үшін, Құранның ішінде мынандай мұғжиза бар, Құранның ішінде Құдайдың мынандай кереметі бар деп жазып тастаған нәрселері. Жак-Ив Кусто, қазір просто Жак-Ив Кусто жаңағы мазараты деп жазсаңыз, Жак-Ив Кусто өзі христиан, бүкіл семьясы христиан мазаратында жатыр. Ешқандай мұсылман болмаған.
мен мұсылман болған демеймін, просто қазіргі көп ғалымдар зерттеп бірдеңкені ойлап табады да, енді мен сізге сөйтсе айтайын да, қараса Құранда шығып келіп жатыр да ол. жоқ, ондай жоқ. Құранда, егер Құранда бір ғылымға, бір ғылым білімге, технологияға қатысты бірдеңе болатын болса, 1400 жыл бойынша мыжып осыны езіп жүрген мына ислам елдерінің біреуі шығып бір жаға ашар еді. Бірақ ешкім жаңалық ашқан жоқ. Ашылған жаңалықтардың артынан еріп жүр. Ондай нәрсе біздің Құранда да бар деп, Құранның бір аятын ары тартады, бері тартады, келтіруге тырысады. Сол үшін Құранның ішінде мен сізге дәл осы жерде отырып 30 аят санап берем. Ғылым білімге қарама қарсы. Былай дейді Құранда: біз тауларды қазық қылып қағып қойдық, ана жерде жер сілкінісі болмас үшін. Яғни 7-ші ғасырда арабтар ойлаған, тау тұрса, қазықтай дәу тұрса, ол жерде жер сілкінісі болмайды. Жер сілкінісі деген сол жердің ішінде тау жоқ болғаннан кейін жаңағы жер сілкініп кете береді-ау, сол жаңа дірілдеп кете береді-ау дейді да. Ал егер ол жерде дәу тау тұрса, ол сілкінбейді дейді. Самом деле, географиялық біздің қазіргі таңдағы ақпараттарымыз бойынша жер астында тектоникалық плиталар бар. Сол тектоникалық плиталардың бір-біріне түйіскен жерінен тау пайда болады. Яғни жоғары қарай тауысы. Енді сол плиталар түйіскен кезде, әрекет еткен кезде ол жерде жер сілкінісі болады. Яғни Құранға тіптен қарама қайшы. Бүкіл тау тұрған жердің бәрі дүние жүзінің ең үлкен жер сілкінісі болатын жерлер. Ал не болды ал? Дәл сондай сияқты Құранның ішінде толып жатыр. Қазіргі таңдағы ғылым білімге қарама қайшы аят деген. Бұлай да бұлай жетіп артылады. Көрдіңіз бе? Мен осы соңғы кездер осы имамдарға, мынау Сарыағаштан Абджаппар шықты ғой, жаңа мешітте аяғын қолатқандарға көп видеолар көріп жатырмын да, осы қарсы шығып жатқанда. Енді қараңыз да, Әлішер, біз мысалға зайырлы мемлекетпіз. Біздің Қазақстан зайырлы мемлекет. Яғни біздің елімізде қазақ халқының ұлты дәстүрі бірінші орында, басқа діндер, басқа секта, жамағат, басқалар бір-біріне қырылып қалмай, аман есен өмір сүрсін деп, біз айтамыз, өздераларын қырылып қалмаңдар, бір-бірін жамандамаңдар, сосын өмір сүріңдер дейміз. Олар дінге, мемлекет басқаруға араласпаңдар. Мемлекетті Қазақстан Республикасының заңдарымен басқарған, жаңағы сол жолдардан, ел басқарудан, бүкіл соның сатыларынан өткен, соны білетін, қазақ елін тұғырыққа, бір жерге апарып тіреп тастамайтын, есі, санасы дұрыс адамдар басқасын дейміз. Фанатик емес. Яғни дінді біз алшақ ұстаймыз. Ал мынау дінді ұстанатындар, бұлар елімізде, біздің қазақ елінде шариғат заңымен басқарсақ дейді. Шариғат заңында, Қазақстанда шариғат заңы болатын болса, сізде, бізде, көшеде жүре алмай қаламыз. Неге десеңіз, әйелдер көшеге шығуға болмайды, әйелдер көшеде қызмет істеуге болмайды, әйелдер үйде отырсын, әйелдер тек қана баласын бақсын, жаңағы бәр нәрсені еркектер істеу керек, бүкіл нәрсені. Біздің қоғам ондай қоғам емес. Біздің қоғам зайырлы мемлекет қой. Просто маған мысал дінде көрсетілген заттардан ұнайтын, келісетін көп жағдайлар бар да. Мысалы, әйелдер орансын дейді да, әуреттерін жапсын дейді шариғатта да. Аурат деген сөздің не екенін айтып берейін бе мен сізге? Сіз не деп ойлайсыз? Әурет деген қай жерде ойлайсыз? Әйел кісінің фигурасы, мысалы, көкірек, саны, мысалы, ашық жүрмесін дейді ғой. Аурат деген екі бұттың ортасындағы әйелдің жыныстық мүшесін аурат дейді. Сол жер мен келісетінімше, Қайреке, келісетінім, ол жағдайға келісетінім, просто біздің қазақтың қыздары, әпкелеріміз, қарындастарымыз қазіргі уақытта шынымен көп қой ашық киінетін. Мен мысал өзім ойым қызғанам. Мен өзім қарындасымды, әйелімді, қызымды қызғанам. Үйтіп ашық киініп жүру, біреудің көзі түсуіне оған қаламаймын. Сен енді дұрыс айтасың. Сен енді Құран кәрімде мынандай бір сүре бар да, Нұр сүресі 24-ші сүреде. Мен сізге қазір соны оқып берем. Бұл егер сіз Құранның жолымен жүретін болсаңыз, осыны істер ме едіңіз? Нұр сүресінде, 24-ші сүре, Нұр сүресінің 31-ші аятында былай дейді. Мына жерде қазір сізге оқып бере қояйын. Мұсылман әйелдерге айт, харамға көз салмасын. Бұйырларын, яғни аурат жерлерін ашпасын, әрі зинадан сақтансын дейді. Бұл керемет, дұрыс қой сен айтқаның жаңа.
Сондай ақ еріксіз көрінетін жерлерінен тыс әшекейлері мен сымбат көріктерін де көрсетпесін. Сылдырлап тұрған жаңағы алқа, сосын кейін жүзік, білезік, сырға, шолпы дейді қазақтар тағатын. Оның ешқайсысын көрсетпейді. Енді қазақтар көрсетеді, қызға шолпы тағады, оған кереметтеп тұрып сәукеле кигізеді. Бірақ бұлар көрсетпеңдер, жақсы, оған да келістік. Әшекейлерін көрсетпесін. Енді аурат жерлерін дейді, кімге көрсетуге болады дейді? Күйеулеріне, әкелеріне, сондай ақ қайнаталарына дейді. Сенің әйеліңе қайнатаң алдында аурат жерін көрсетіп жүргенін қалар ма едің? Рұқсат Құранда. Енді қараңыз, осы жерде аурат деп исламда мынау қолынан, тобығынан басталады ғой. Шашы мысалы. Енді ол бүкіл денеңді көрсетпе деп айтса болады да оған да. Сен денеңді көрсетпе дейді. Исламда мынандай нәрсе жоқ. Сен бүкіл денең жабылма дейді, жемейді. Ешқандай Құранда ондай нәрсе жоқ. Саған айтады, бүркеншек киіп жүр дейді. Басыңа мысалға, анау арабтың кемпірлері, қыздары басына үлкен бір қара не тастай салады ғой, жамылғыш. Сол сияқты сондай жамылғы тастап үстіне жүреді. Мына біздегілер сияқты қап-қара оранып, бетін жауып, көзін линза қылып, қолына қолғап киіп ал емес. Ал енді мынау Нұр сүресінің 31 аятында сендердің аурат жері деген, аурат деген сол ұятты жері әйелдің. Сол ұятты жерін дейді, сен әкеңнің жаңағы әкесі қайнатаң алдында көрсетіп жүре бересің. Ал кімдерге тағы көрсетуге болады? Қара. Қайнаталары, өз ұлдары, өгей содан сүт емген ұлдары, бауырлары, бауырларының ұлдары, әпке-сіңлілерінің ұлдары, арлы мұсылман әйелдер, қол астындағы күңдері, еркектік қабілеті айырылып қалған әтек құлдар, соларға да көрсетуге болады. Яғни бірінші таныс жақындарың бәріне өзіңнің аурат жеріңді, сонау 7-ші ғасырда мынандай болған. Құлдар үсті жағына киім кимеген, үстіңгі көкірегі барлығы ашық жүрген. Мынаны мен оқып отқаным, сенбесеңдер де жамағат 24-ші сүренің 31-ші аятын ашыңыздар, оқыңыздар. Енді дәл осы Құранда 33-ші сүресінде 37-ші аятында сен егер бір баланы асырап алсаң дейді да, сен бір баланы асырап алсаң, содан ажырасқан әйелін қатын қылып алуыңа болады дейді саған. Сен жасың нешеде Әлішер? 30-да. 30-да. Сен қазір 30-да, былай деп есептейік. Сен 30-дасың, сенің 5 қызың бар. Енді әйелің айтты, 5 қыздан кейін енді арғай тумай-ақ қойық, осы Құдайдың бергеніне шүкір дейік. Сосын сен ойландың, бір ізбасарым болсын деп барып, 5 айлық бір баланы асырап алдың. Үйіңе келдің, бақтың, қақтың, өсірдің. Оның фамилиясын Әлішер ұлы деп өзгертіп қойдың. Жұрттың бәрі Әлішердің баласы деді. Қуанышын жасап, тойын жасап, сүндетке отырғызып, армияға жіберіп, келгеннен кейін үйлендірдің. Өзің жең қарындасыңа үйленді. Енді екеуі жастар ғой, ұнатып қалған да бір-біріне. Содан үйленеді. Сосын бір күні сен енді 50-ге келесің ғой, 20-ға келді. Дұрыс па, сен қазір 30-да болсаң? Жасың 50-ге келеді. Ана жастар өзара келісе алмай бір 2 жылдан кейін ажырасып кетті. Сөйтіп сен бардыңдағы сол ажырасып кеткен кеше үйіңде келін қылып жұмсаған баланы, енді қызды әр жең қарындасың өзіңе қатын қылып алып алдың. Бұл Құран кәрімнің 33-ші сүресінің 37-ші аятында дәл осылай әмір етеді. Мұсылмандарға бұл әмір дейді. Сен осыны жасар ма едің, Әлішер? Енді Қайреке, менің дұрыс қой, әркімнің ой пікірі әртүрлі. Менің өзім ойым ислам. Жоқ, сен қазақсың да, сен қазақсың Әлішер. Сен қазақсың, сен салт дәстүрді ұстанған, ата бабаңның жеті атасын ұстанасың, руыңды сол үшін білесің. Біз 7 атадан қыз алыспаймыз дейсің. Соны біле тұра, осыны біле тұра. Осындай өзің мейірімділік таныттың, бір баланы асырап алдың, өз Әлішер ұлы деп оған ат қойдың, өсірдің, өндірдің, армияға жібердің, келді, үйлендірдің. Ажырасып кеткеннен кейін сол қызды өзіңе 7-ші қатын етіп қосып алар ма едің? Оған ондай жағдай болуы қиын. Менің ойым айтпақшы болғаным. Сенің атын арың жіберер ме еді өзің келініңді өзіңе қатын етуге?
Жоқ құдай сақтасын, мұндайға бармаймыз. Менің Енді өзім осыны істеген ойымды адам айтайын ба айтайыншы саған кім дегенім, екенін, Әлішер? Әлішер, Ау. қазір бір минут ойыңды айтасың. Осыны істеген кім екенін айтайын ба? Бұл мынандай дейді: уа Мұхаммед, алла нығметіне бөлеген өзіңде көп жақсылық жасаған адамың, яғни Зайд, әйелімен ажырасуды ұйғарып, алдыңнан өтейін деп келгенде оған әйеліңнен ажыраспа, Алладан қорық деген едің. Сөйтіп Алланың өзіңе жария әйгілейлейін деп тұрған ақиқаттың ішінен бүгіп қалдың. Мұхаммед өзің жақсы көріп қалғанын адамдарға айтпаған. Ел жұрттан бұл мәселені дегенде дұрыс түсінбей қалама деп ұялдың дейді. Дегенмен Алладан қорыққаның әлдеқайда абзал еді. Содан Зайд әйелімен, асырап алған баласы, әйелімен бір жолата ажырасқан кезде оны талақ еткеннен кейін оны саған некелендіріп, Алла тағала Мұхаммедке некелендіріп қойған, Мұхаммедтің келінін 7-ші қатын етіп. Біз мұны дейді, біз бұл әрекетімізді мұсылмандардың асырап алған балаларынан ажырасып кеткен қатындарын алуларында ешқандай күнә болмасын, мұнымыз ұят немесе жұрттардан қысылмаймыз ба деп сөйтіп қиналмау үшін істедік. Бұл Алланың әмірі сөзсіз орындалуға тиіс, орындалады да дейді. Бұл Мұхаммед пайғамбар бұны жасап отқан. Құрметті ағайын, егер күмәндарыңыз болса, Құран Кәрімнің 33 сүресінің 37 аят. Мына жігіт кетіп қалды ғой деймін. Большой брат, келе қойыңыз. Кеттім құрсын әкесі дейді. Мына не болып кетті өзі? Большой брат қосылмай кетті ма? Сондай, мынау Алладан елші болып келген, Алладан Атакан не жіберсей, сұныс жібер, запрос жібер. Осындай Алладан елшімін, Алланың құлымын деп келген Мұхаммед өзінің жиен қарындасы әрі немере несі келіні асыранды баласынан себеп соны қатын қойдып алған. Қайрат аға, амалсыз, қалдарыңыз қалай? Аман есен жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, алғыс. Мына жақта біреу комментарий жазып жатыр, қараш. Лас атеистерге Алланың лағнеті болсын. Ой, керемет мынау. Мына кісіге нағыз, мысалға, Алла тағала бұларға қарғыс айтуды үйреткен да, мұсылмандарға. Қарғыс айтып, осы өйткені Алла тағала Мұхаммедтің көкесі Абу Лахабқа қарғыс айтқан. Сол сияқты бұларда қарғыс айтуды өте жақсы біледі. Мұсылмандар керемет қарғыс айтудан бірінші орында. Қарғыс ол, былайша айтқанда. Ол үйреткен ғой бұларды солай. Критическое мышление деген жоқ қой оларда, түсінбейді ғой. Жаңағы мен айтайын дегенім да, Қайрат аға, мен из призмы исламын қарап жатқан жоқпын да, мен айтып жатырмын, мына ислам таза арабтың национализм екен да. Жаңағы қалай айтуға болады да? Жаңағы мынандай третий страны деп бөлінеді ғой, білетін шығарсыз. Первый, второй. Үшінші даму сатысындағы елдер, яғни бірінші даму сатысындағы G7 деген сияқты, мынау алғашқы G7-дегі Канада, Америка, Англия, Франция, Германия, Италия, Жапония, осылар алғашқы жетіліктегілер, бұлар бірінші саты. Одан кейін екінші сатылар, осыларға көрші болып тұрған елдер, ал біз үшінші сатымыз, айта беріңіз. Сол. И, мен ойлап отырмын да, мен из призмы исламның қарап отқан жоқ та, мен геополитиканың қарап отырмын да. Сонда бұлармен бірге жұмыс істеп жатыр да, тықпалатыр да бізге ше мынандай ислам идеологиясын. Немесе ислам идеология болмаса, біреудің демократиясын жібереді да. Жаңағы ірікті салады да, біздің қоғамда, біздің елімізде ірікті салады да, сосын бір-бірінді соғысады да. Сіздің байланысыңыз өте нашар. Сіз подъезде тұрсыз ғой деймін. Атакам, сіздің байланысыңыз өте нашар. Подъезде тұрсыз ба, туалетке шығып кеттіңіз ба, білмедім ше. Мына байланысты түзетіңізші, өтініші. Бір бар, бір жоқ, жаңғырып, не айтқың келді, қалай екенін белгісіз болып жатыр ше. Ал мағайында кіре қойыңыздар, біз Құдай жоқ деп. Қазір нормально ма аға? Қазір нормально ма? Мен айтып отырмын да. Жаңағы үшінші мемлекет. Бағана үшінші мемлекет болып жүрміз да.
геополитиканың жағынан қараймын да. Бәрі мына өтірік, бәрі мен ашқымыз келмейді. Олар нарыққа бізге елімізге алып келеді да, іріткі салады да біздің қоғамымызда. Сосын бір-біріне соғысады да, мыналар келеді, төрт забор 10 метр Атакам, жасайды да. сіз білмедім да. Менің интернетім, енді Wi-Fi мен отырмын да. YouTube қойшыға YouTube'дан көре аласыздар. Соны шеген бір спек, иә, білем ғой. Сол бар енді ол жаңа Мұхаммед пайғамбар неде жаңағы қабірге салған әйеліңізбен алғашқы 6 сағатқа төсектес болуыңызға болады деген. Яғни ол не болады? Некрофилия. Ол мұсылман дінінде, ислам дінінде бар некрофилия деген. Оны мына Мысыр елінде пәтуалар бар, оны жасайды. Wi-Fi қуып тұр ма не? Дауыстарыңыз анық естілмей жатыр ма? Так. Дейсі де бар оның, бірақ ол өте ауыр, жұрттарға айтып, оны айтып қажет емес. Заңғар дейді. Заңғар, қош келдіңіз. Менің даусым анық шықпай жатыр ма не? Сонда интернет нашар болып тұр ғой, мәссаған. Даусым анық естіліп жатыр ма, ағайындар, айта қойыңдаршы. Аят емес, ол не? Өлген әйелмен төсектес болу хадис. Нормально естіліп тұрған болса, бәсе даусым бар екен, соны айтып жерінде, сөйткен жаңағы атакамнан кейін өз-өзіме не қылып қалдым ғой, күмәнданып қалдым да. Сондай. Так, мына интернетін ашағандар, енді сіздер айып етпеңіздер, кіруге ұсыныс тастадыңыздар. Мен қабылдадым, бірақ сіздердің неңіз әлі айналып тұр, қосылған жоқсыздар, дауыстарыңыз шыққан жоқ. Мен әзірге комментарийларды оқып, не қыла тұрам. Не ғой, Құндыз бір адам кіргізе қойшы, сен қарап отырсың ғой төменде. Мына жігіттікі қосылмай қойды өдім. Шоқан, сенде модер бар ма? Құндызға қарап, Құндыз сон қарап отыра берші. Бір-бір адамдардың қосып кіргізіп, мен интернетімді қинамай-ақ қояйын. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен неге адам кіргізу шығаруға айналысып отырған жоқпын, қазір Құндыз деген. Ассалаумағалейкум. Шалам алейкум, айта қойыңыз. Мен сізге айтып отқан жоқпын, астында көріп отқан барша мұсылмандарға айтып отырмын, ораза қабыл болсын деп. Дұрыс. Енді Құдай жоқ деп қойыпсыз енді. Бізде Құдай деген де сөзде жоқ. Бізге ол Құдайдың да қажеті жоқ. Бізде Алла деген өзінің жаратушымыз бар. Яғни сіздің Құдайыңыз кім? Вишня, Посейдон, Зевс. Сіздің Құдайыңыз жоқ па? Менде жоқ, менде Аллам бар. Алла Құдай емес па сонда? Алла Құдайға жетпейді. Бір арабтың кітабынан Құдай деген сөз тауып беріңізші маған. Құдай деген енді парсының сөзі ғой, жаратушы деген сөз ғой. Сонда Алла Иллах па, Иллах емес па? Мен парсы емеспін саған. Аллах Иллах па, Иллах емес па? Айтасы ғой, мен тыңдашы. Парсы Құдай деп мойындаса да, арабтар оны Құдай деп мойындамай Алла деп қойды. Оны білетін шығарсың бауыр. Айта беріңіз, енді тыңдап отырмын ғой. Жоқ та сен жоқтай бер, ол бізге ешқандай қатысы жоқ. Ол жағы өте керемет екен, бірақ бізде Алламыз. Субханалла. Алла сонда Құдай санатына жата ма, жатпай ма? Мен сізге бір сұрақ қойшы, рұқсат болса. Сіз Құдаймен басын жауаппаңызшы, маған Құдайдың қажеті де жоқ. Құдай деген ол. Яғни сіздің Алла тағала Құдай емес. Дұрыс қой? Құдай емес, Құдай емес. Тәңір де емес. Құдай да емес, Тәңір де емес, жаратушы да емес. Бір сөзімді қайтадан қайталамай, мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Бұл жақсы, қайталамай қойыңыз. Бұл сіздің Аллахыңыз Иллах па? Иллах. Иллах та. Бірақ бұл не емес? Жаңағы Иллах дегеніміз не енді? Иллах деген ол өзіміздің жаратушымыз, піріміз біздің.
Pir болып кетті ма енді? Иә, пір деп санаймыз біз. Пір деген негізі адамға айтылады ғой, білесіз ғой. Тоқтаңызшы, мен сізге сұрақ қояйыншы. Рұқсат па сізге сұрақ қоюға? Айта беріңіз. Иә. Сіздерге бір сұрақ. Сіздер негізі мынау оқым, білім деп айтасыздар. Негізі сіздерге жер домалақ па или жалпақ? Бізде жер домалақ. Бізде жер домалақ. Сізде қалай? Сізде қандай дәлеліңіз бар? Енді 1490 жылы Фернандо Магеллан деген бір Магеллан жерді домалақтығын ол зерттеген жоқ. Ол Американың Аргентина жағынан бұрылып қайтты. Одан кейін кім еді анау Христофор Колумб Южный Американы ашты. Магелланын ашқан жоқ, жердің домалақ екенін ешқандай дәлелі жоқ. Оқып беріңізші, қай жерде оның дәлелі бар? Енді сол жаңағы сіздің айтып отқан Фернандо Магеллан айтып беріңіз. оңтүстік Америкадан Қоя оңтүстік Америкадан түсіп, оңтүстік Американың оңтүстік жағымен өтіп, содан Тынық мұхитын кесіп өтіп, Оңтүстік Америкамен өткен жоқ ол, өтірік айтпаңыз. Жақсы, сіздің неңіз ғой енді, сіздің дәлелмен көрсетіңіз. Өйткені бұл жерде бізде диалог болып жатыр ғой, бізде диалог болып жатқан жоқ. Сіз енді нақты Магелланның маған жол сызығын көрсетіңіз енді. Сол жағын бастайық. Фернандо Магеллан. Жоқ, маған дәлел керек, өйткені сіз сызыңызшы. Енді сіз Фернандо Магеллан. негізі Фернандо Магеллан да, былай айтқан кезде ұлты кім өзі? Испанец. Ау? Нақты Испандық. дәлеліңіз бар ма? Енді Жоқ, тоқтаңызшы. кешегі сенің түспегеніме де дәлел сұрамаймыз ғой. Сіз екінші Біз енді былай айтамыз да. Тоқтаңыз. Сіз екінші Мен сөзден сізге қояйын мына жерде. Сіз Құдай жоқ деп жазып қойыпсыз бізге. Құдай деген сөз маған ешқандай қатысы жоқ, маған Алла сөзі. Пірім. Рабым. Сіздің піріңіз Алла ғой, оны біліп отырып түсініп Тоқтаңыз отырмыз енді. енді. Оған да қазір келемін. Сіз тоқтаңыз енді. Магелланнан бастадыңыз. Пірдің кім екенін. Маған жолын сызып беріңізші. Жолын кән сызып беріңіз. Мына жерде енді түріңізді көрсетпесеңіз көрсетпей ақ Мына қойыңыз. жерде Мен анау Википедия деген нәрсе. мен сізге сұрақ қоймайын бауырым. Жаңа- Мен тек қана сызып дәлел өзіңіздің Испанский, морской. денеңізді көрсетпей ақ қойыңыз. мынау Фернандо Магеллан деген кісі 1519 жылы Жоқ, ол Пиреней мен білем, түбегінен ол шығады. история Мынау бауырым. Сіз маған нақты маршрутын шығып, негізі тоқтаңызшы. мына Магеллан жерден- өзі Путин немен бастады? Америкаға келеді, отты жер деген жерде, осы жерде тоқтап, оңтүстік Бауырым, Американы зерттеп, содан сіз неге Тынық сөзден мұхитына қарай кетіп жол алады. қалдыңыз? Тынық мұхитына Бауырым, қарай сіз жол алып, Магелланды мына оқымағансыз, жақтан содан кейін қазір бар ғой, мына ары қарата жерден көп сөйлеп отырсыз. мына жерден шығып, Тынық мұхитына өзі Енді бауырым, тоқташы. Сен Фернандо негізі Магеллан. Абадансың ғой, содан Кейптаун арқылы Сонда қайтып келеді. айтымын, анау Абу Ханифа Масқабы сізге көп кіретін, қуады олар. Бұл жерде Тоқтаңызшы, жүріп өткен Абадан. картасы. Субханалла, тоқтаңызшы. Сізбен жақсы нақты сөйлесейікші енді, не болды енді? Картаны ашыңыз, көріңіз. Маршрут қандай болды, соны сызайық, ортада отырып. Бұл адам Мен де оқам. ғашқы Картаны сызумен жақсы білем. Сөзің жоқ па, бауырым? Бір жер қандай ол жерден шықты ол, сіз маған айтыңызшы, субханалла. Эфирде қаншама адам бізді көріп отыр, бауырым. Айтыңызшы. жүрген жолдары деп айтамыз. Мінекейіңіз, мынау карта, Бауырым. мынау көрсеткен жер. Так. Ма? Өзгертіп қойдым. Әзірге бұл кісінің Бауырым, көзқарасы сіз менімен сөйлесіп отырсыз ба? Бауырым, тоқтаңызшы. Өзіңіздің эмоцияңыз.
Абадан қашпасайшы сөзбен сөйлесек. Біз де оқығанбыз. Анауы. Абу Ханифа масқап кірмендірші мына жерге кіріп, өздерінде пожертвовать субханалла. Сендер Құдай деген сөзді өздерің оқымағансыңдар, арабтан келген, арабқа түскен деп. Мынау қандай артисе проплачено. Тоқтасай сен. Сен маған машусың, көрсейші. Құрбанбай, дауысы Құрбанбай бапты қалай қарайсың? Қойшы, менімен спорласпасайшы. Құрбанбай деймін. Құрбанбай күліп отырған, келіп алып отырған. Жарайды, жақсы жігіттер. Не болып кетті, Гермес па? Жарайды. Батыр ағайындар, дауыс шықпай, қызып кетіп жатыр ғой. Телефон қызып кетті ме, не болды? Жоқ, телефон қызған жоқ, бәрі нормально. Everything is normal. Неге екенін білмеймін ғой. Сіз Құдайдың қаһарына шығып кеттік. Жоқ деген Құдайымыздан ұшырап, технология Құдайының қаһарына. Сетім нашарлап кетті. Сол кешке жақын барлығы үйге келеді, барлығы интернетқа кіреді, сосын кейін сет нашарлап кетті. Сол үшін ғой мен кешкі сағат 9-10-11-лерде сет таза кезде шығатыным. Жарайды, жақсы, сет тазарған кезде кешкісін 10-11-лерде шығармыз, байланысқа тағы бір рет. Мынаны бір жарты сағаттан кейін осы эфирді неге салып қоям? YouTube-ға салып қоям. Алғыс барлығыңызға, лайк басып, қолдап отқандарыңызға. Дауысым естіліп жатқан болса, барлығыңыз қош айтсайын, аман болыңыздар, бар болыңыздар, жақсы, сау болыңыздар.